Техникалық қызмет көрсету 2 темір жол көлігі саласындағы өзіндік техникалық қызмет көрсетудің маңызды бөлігі. Біз жазғы маусымға дайындық кезінде қыстан шыққан вагондарды тиісті күйге келтіреміз. Қазір біздің паркте 750 вагон бар. Оның барлығы да жазға дайындалып жатыр. Бүкіл процесс шамамен 2 айға созылады. Дайындық Қазақстан бойынша барлық 10 қызмет көрсету станцияларында жүргізіліп жатыр. Қазірдің өзінде жұмыстың 40% дайын орындадық. Бір вагонды дайындауға шамамен 8 сағат керек. Техникалық қызмет көрсету 2 жұмыстарына 30 түрлі бағыттағы қызметкерлер жұмылдырылады. Біз жылжымалы құрамның техникалық жабдықталуына ресурстарды салып қана қоймай, сараптамаға да көңіл бөлеміз. Мен Вагон Сервис акционерлік қоғамның жаңа басшысы ретінде техникалық қызмет көрсетуді жүргізудің жаңа тәсілдерін пайдаланатын халықаралық мамандар командасын жинадым. Біз клиенттеріміз үшін барлық жағдайды жасаймыз. Жолаушылар тасымалдау вагон паркінде жолаушылардың жол жүру үшін және қалыпты жағдайды сақтап қалу мақсатында вагондарға түрлі техникалық қызмет көрсету жүргізіледі. Қазір біздің тілге тиек етейін деп отырғанымыз техникалық қамтамасыз ету 2 дейді, яғни ТО2. Бұл ТО2-ның жөндеу жұмысының қызметі жылына 2 рет жүргізіледі. Яғни көктем айында вагондарды жазғы маусымға дайындасақ, күз айында қысқы мезгілге дайындау жұмыстары жүргізіледі. Жұмыс барысында вагонның өрт қауіпсіздігін болдырмауға және де ауаны баптау, желдету жүйелерінің, сондай-ақ биодәретханалардың маңыздылығына ерекше назар аударылады. Вагон Сервис акционерлік қоғамы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы үшін техникалық қызмет көрсетудің желілік жүргізушісі. Қазақстан бойынша біздің әр вагонға тұрақты техникалық қызмет көрсететін 10 нүктеміз бар. Бұл процесс техникалық қызмет көрсету 1 деп аталады. Оған қолданысқа кетерден бұрынғы инспекция және вагондарды жөндеу жатады. Сондай-ақ жарты жылда 1 рет өткізетін күрделі техникалық қызмет көрсету де бар. Қазір біз барлық 10 қызмет көрсету станцияларын талдап жатырмыз. Әзірге мен нақты қадамдар туралы айта алмаймын, себебі қазір талдау сатысындамыз. Алайда ең алдымен станциялардың заман талабына сай болуы және біздің ойымызға сәйкес келу үшін жұмыстың жақсаруына назар аударамыз. Инфрақұрылымға және белгілі бір мамандардың болуына байланысты қызмет көрсету станцияларында өзгерістер болуы мүмкін. Қазір өзгерістерді қажет ететін белгілі бір процестер бар. Мысалы, материалдарды жоспарлау, сатып алу, сақтау және логистика деген сияқты. Техникалық қызмет көрсетудің өзге кезеңдеріне бөлінетін уақыт жеке мәселе болып тұр. Кейде бұл көп уақыт алады. Сондықтан менің мақсатымның бірі осы өзгерістерді халықаралық стандарттарға сәйкес жолға қою. Әрине, биыл вагондарға техникалық қызмет көрсету процесін барынша тиімді ететін көптеген мақсат қоямыз. Тапсырыс беруші жолаушылар тасымалы мен орындаушы вагон сервис арасындағы қарым-қатынас келісім шартпен реттеледі. Соның ішінде белгілі бір жұмыстар аяқталғаннан кейін толтырылатын парақтар бар. Бірақ вагон сервис акционерлік қоғамы жаңа командасына келетін болсақ, олардың жұмысқа деген көзқарастарының өзгеруін күтеміз. Вагон сервис қандай да бір жөндеу жұмыстарын жүргізер кезде бөлшектерді жоспарлау мен қателіктің шешімін күтпей әрекет ете береді. Менің ойымша жаңа команда келісімен дәл осы бағытта жұмыс жүргізіледі. Осылайша бірінші кезекте вагондардың қолжетімділігін жақсарта аламыз. Яғни жолаушыларды тасымалдау үшін вагондар көп болады. Өйткені жөндеу уақытында жасалады. Вагондар дәл осылай тұрып қалмайды. Соған орай жылжымалы құрамның сапасы да артады. Біз қазір жолаушылар тасымалы ішіне жаңа құрылымды енгізіп жатырмыз. Бұл құрылым техникалық сипаттамаларды жақсартумен тікелей айналысады. Оның ішінде вагондар жаңа микротолқынды пештермен, тоңазытқыштармен жабдықталмақ. Бұл біздің жолаушыларымызға ыңғайлы жағдайларды пайдалануға мүмкіндік береді. Сондай-ақ былтыр жолаушылар сапасын жақсарту аясында 252 вагонға жаңа санитарлық модульдер орнатылды. Вагондарды жазғы маусымға дайындаудың жаңа бір тәсілі пайда болды. Өйткені компания қазір клиентке бағдарланған курсты қайта қарап жатыр.
вагондарды дайындауға байланысты барлық шаралар тапсырыс берушіге бағытталған. Біздің жылжымалы құрамның сапасын жақсартумен айналысатын жаңа департамент құрылды. Бұл адамдар топқа бөлінеді. Олардың әрқайсысы вагонның жеке түйіндерімен айналысады. Біз кемшіліктерді, бұзуларды және тағы да басқа кінәраттарды жүйелі түрде анықтаймыз. Оларды нақты түрде шешеміз. Яғни қандай да бір жабдықтың істен шығуына талдау жасалады. Соны жою бойынша шаралар қабылданады. Егер вагонның бір жері сынып, сосын жөнделсе, екінші бір жері бұзыла бастайды. Біз мемлекеттік тасымалдаушымыз және қауіпсіздікке жауап береміз. Сондықтан жолаушылар біздің саяхаттауға арналған жылжымалы құрамымызды таңдағанына қуаныштымыз. Наш подвижной состав для путешествий.